Мен 27 жастамын. Семіз жігітпен бірге болдым. Шынымды айтсам, маған қатты ұнады. Ол өте ірі, салмағы 130 килограммнан да көп сияқты. Менімен салыстырғанда әлдеқайда үлкен. Сырт келбеті менің типім емес еді. Кем дегенде алғашында солай ойладым. Бірақ ол сымбатты, тек ірі жігіт. Бұл жігіт мені кездесуге шақырды. Өзі сондай сүйкімді болып шықты. Сондықтан мен келістім. Ең болмағанда жақсы уақыт өткіземіз деп ойладым. Біз кешкі асқа бардық, және өте жақсы өтті. Әңгімелесіп отырып, менің оған қатысты көзқарасымның қаншалықты қате болғанын түсіндім. Ол бургермен сыра алады деп ойлағанмын, бірақ ол өте жеңіл тағамдандады. Мен одан аш емеспін ба деп сұрадым. Ал ол маған арықтауға тырысып жүргенін айтты. Бірақ ішіп жүрген дәрілері оған өте қиындық тудыратынын түсіндірді. Олар оның метаболизмін де энергиясын да өзгерткен. Кешкі астан кейін ол өзінің үйіне барып Netflix көріп бірдеңе ішуді ұсынды. Біз бірге өте жақсы сөйлесіп отырғандықтан мен келістім. Оның пәтері өте жайлы екен. Біз қайтадан фильмнің соңғы бөлімін көрдік. Қорқынышты сәттердің бірінде мен селк етіп, оны құшақтап алдым. Ол сондай жылы әрі жұмсақ, үлкен ойыншық аю сияқты. Мен оған қарап, еш ойланбастан сүйіп алдым. Біз сүйісе бердік, содан кейін жақындастық. Шынымды айтсам, бұл өмірімдегі ең керемет секс болды. Ол өте нәзік, өте қамқор еді. Әр сәті маған ұнады. Таңертең мен оның құшағында оянып, оның эрекциясы бар екенін байқадым. Біз тағы да жақындастық. Осыдан кейін біз қайта кездесу туралы келістік. Маған ол қатты ұнайды, және оның салмағы қоғам не десе де мен үшін маңызды емес. Ол өте мейірімді, өте қамқор. Онымен құшақтасу керемет сезіледі. Шынымды айтсам, ол мүмкін менің өмірімдегі ең үлгісіздік любовник шығар. Бірінші кездесуімізде ол менің басымнан бит тазартуға көмектесті. Мен 25 жастамын, балабақшада тәрбиешінің көмекшісі болып жұмыс істеймін. Өкінішке қарай біздің жағдайда бит жиі кездесетін қауіп. Бір ай бұрын мен Инстаграмнан бір жігітпен таныстым. Оның аты Дәулет деп алайық. Жасы 26-та. Ең қызығы, мен оған байқамай лайк бастым. Телефон қолымнан түсіп кетті. Ол маған лайк қойыпты. Екеуміз бірнеше апта жазысқаннан кейін кездесуді ұйғардық. Бірінші күнімізде кездесуге дайындалып жатқанда менің сүйікті тәрбиеленушілердің бірі маған сыйлық ретінде бит жұқтырып кеткенін білдім. Қатты қорықтым. Өйткені ол маған сенбей, жай ғана сылтау айтып тұр деп қорқыныш болды. Мен бірден оған жазып, дәріханаға битке қарсы дәрі алу керегін, кездесуді кейінге қалдыруымыз қажет екенін қайттым. Күткенімде ол бірден сенген жоқ. Мен дәріні сатып алып, құрбыма видео қоңырау шалдым. Жылап жібердім. Ол тамаша идея ұсынды. Оған менің жағдайымды көрсететін сурет жібер. Мен одан бәрін көруге дайынсың ба деп сұрадым. Дәулет иә көрсет деді. Ол менің шынымен жылап, дәріні ұстап тұрғанымды көрген бойда, күтпеген жерден келіп, битті тазартуға көмектесуді ұсынды. Мен құрбыма не істеу керегін сұрадым. Ол әрине келсін деді. Мен оған мекен жайымды жіберіп, дәріні жағып қойдым. Біраз уақыт әсер етуі керек еді. Содан соң оны қарсы алуға шықтым. Бұрын мүлде көрмеген бұл жігіт өмірінің 2 сағатын менің шашымның бит тазартуға арнады. Бүкіл уақыт бойы біз сөйлестік, әзілдестік, қызығушылықтарымызды талқыладық. Бір сөзбен айтқанда кәдімгі алғашқы кездесу сияқты өтті. Ол өте жұмсақ, шыдамды, мейірімді болды. Мені бір ретте ұялтқан жоқ. Керісінше жағдайды жеңілдетуге тырысты. Битпен және барлық былықпен кір жуу, киім көрпені жинау айналысып болғанда сағат түнгі 10 шамасында болды. Баратын өзбек мейрамхана жабылуы жақын еді. Сондықтан басқа жерге бардық. Осының бәрінен кейінде ол мені кешкі асқа апарғысы келді. Ол мені ең нашар күйімде көргендіктен ұялуға себеп жоқ деп ойладым да, дәу қазан плов заказ бердім. Күнім ұзақ болды. Шын тамақ ішкім келді. Бір түрлісі ол әлі де әсер қалдырғысы келгендіктей, өзін тек жеңіл сыра ішетін болса да Гиннес заказ берді. Ол мені мақтап, бірінші кездесуге қыздар ешқашан нақты өзі қалайтын нәрсе заказ бермейтінін айтты. Барлығына қарамастан ол төлеуге жол бермеді. Кеш соңында ол қайтадан кездескің келе ме деп сұрады. Біз сол аптаға жоспар құрдық. Неліктен әйелдердің сексуалды өткені ерлерге қарағанда әлі күнге дейін қатаң бақыланады? Инстаграмда көптеген жазбаларды көрдім. Ер адамдар өздерінің әйелдері немесе қыздардың өткеніне байланысты алаңдайтындарын ашық айтады. Ең жиі қойылатын сұрақ, көп төсектесі болған әйелге үйлене алар ма едің? Ал жауаптарын шамамен 90% жоқ.
Мен білетін көптеген әйелдер кездейсоқ қатынастар болғанын немесе серіктестерінің нақты санын айтуға ұялады. Әркімнің өз таңдауы мен талғамы бар. Бірақ қоғам неге бұл ойдан әлі де арыла алмай келеді? Немесе жеке өзіңіз неге осылай ойлайсыз? Бұл менің жеке пікірім емес, бірақ маған бұлай деп түсіндірілді. Танысу әлемде ер адамдар көбіне аңшы ретінде қабылданады. Әйелдердің назарын алу үшін олар көп күш салуы керек. Жақындау, әңгіме салу, кездесуге шақыру және тағы басқа. Егер қарапайым ер адам ешқандай әрекет жасамаса, оған ешкім көңіл бөлмейді. Ал егер ол әйелдерді жиі тарта алса, оны әсерлі, мықты деп санайды. Әйелдерде жағдай керісінше, олар назар аударту үшін соншалықты көп күш салудың қажеті жоқ. Қарапайым қыз ештеңе жасамаса да, онымен танысқысы келетін ер адамдар табылады. Мұны Инстаграмның өзінен ақ көруге болады. Әйел бір ғана арандатушы пікір жазса, оның жеке хабарламалары лезде толып кетеді. Сондықтан көп сексуалдық тәжірибесі бар әйелді сәтті аңшы ретінде емес, керісінше өзімен бірге болатын адамдарды аса сұрыптамайтын, оңай қолжетімді адам ретінде қабылдайды. Жігіт мені елемей жүр деп ойладым, бірақ ол демалыс күндері қайтыс болыпты. Ал мен оны 3 күннен кейін ғана білдім. Соңғы 3 айда кездесіп жүрген жігітім сапар барысында қайтыс болды. Ол небәрі 31 жаста еді. Өмірінде қанша жоспарлары, ойлары да бар болатын. Біз қарым-қатынасымыздың нақты қандай екенін анықтап үлгермедік. Біз 3 айдан кейін қаншалықты үйлесімді екенімізді бағалаймыз деп келіскенбіз. Ал ол сәтке бар болғаны 1 апта қалған еді. Мен апталап оның үйінде болатынмын. Ол жалғыз тұратын. Менің бір бөлігім әлі де бұл жағдайға сене алмай жүр. Біз бір-бірімізге әлеуметтік желіде жазылғанбыз. Бірақ бірге түсірілген бірде-бір суретіміз жоқ. Екеуміз де желіні көп қолданбайтынбыз. Сонымен қатар менің достарыммен де, отбасымен де мүлде таныс емес едім. Сондықтан ол 3 айда алғаш рет жауап бермей қалған кезде қайдан іздей бастауды да білмедім. Басында ол мені елемей жүр деп ойладым. Бірақ ол мүлде оған ұқсамайтын. Содан кейін қолымнан келгенін бәрін қарап, ең болмашы ақпарат іздей бастадым. Оның достары да, отбасы да желіде белсенді емес еді. Оның қайтыс болған тек кеше ғана оның туысқан қарындасын жазбасынан білдім. Олар оның жексенбі күні қайтыс болғанын білген, ал мен бүгін ғана білдім. Ол нақты қайда баратынын да айтпаған. Мен оны би сайысына бара жатыр деп ойлағанмын. Бірақ ол жақын досының шағын туған күн кешінде достармен бірге барған екен. Мен оған шынымен ол ойлағанда жақын болдым ба? Тіпті оның жерлеуіне баруға лайықпын ба? Не ойларымды, не сезінетімді білмеймін. Мен үшін бұл жақын болған адамның алғаш рет өлімі. Менің отбасымда да ешкім қайтыс болып көрмеген. Мен 23 жастамын. Өмір бойы өзімді жолы болмаған адам ретінде ойлайтынмын. Енді осылай жақын болып қалған адамның өлімімен қалай күресемін? Біздің қарым-қатынасымыз ұзаққа созылмады. Достар, назарларыңызға көп рахмет. Бізге тіркеліп, бізбен бірге болыңыз. Келесі көріскенше.